Ура, бүгін демалыс. Бір күн болсын демалуға мүмкіндік бергеніне рахмет. Қыздар, мен кеттім. Қайда барасың? Мен сендерге алдында айтып едім ғой, қосымша сабағым бар деп. Енді бір сабағым 4 болып қалғаннан кейін баруым керек. Жарайды, қыздар, мен кетуім керек. Айтпақшы, бүгін әсем сенің үйді жинайтын күнің ғой. Ой, ұмытып кетіппін ғой. Жарайды, онда сен үйді жинай бер, мен кеттім қосымша сабағыма. Енді қызық болайын деп тұр. Қыздар, айтпақшы, пол жуатын швабра, анау-мынау сондайлар қайда тұр? Соны да білмейсің ба? Жүр, көрсетемін. Міне, тұр, саған дайындап қойғамыз. Міне, мынаны да ұмытып кетіп бара жатсың. Рахмет. Не тұрсың, жуып бастамайсың ба? Ой, жарайды қазір. Шала-шала жумай, жөндеп жумайсың ба? Жарайды. Пылесосты да ұмытып кетпе. Әрине. Неге тоқтап қалдың? Шаршап кеттім. Осы жуғаным жететін шығар мына жерді. Жоқ, жөндеп жу, жылтырап тұратын болсын. Бізде әдемілеп жуамыз ғой, айналайын. Жарайды онда. Қыздар, шаршап кеттім. Сендер барып отыра берсіңдерші, мен өзім жуа беремін. Біз кетсек өтірік шала-шала жуайын деп тұрсың ғой сен. Айналайын, шала жуатын болсан, осы жатақхананың хозяйкасы ұрсады, бізді қуып жібереді, сосын төртеумізді де бірге. Шын ба? Бол, тез қимылдап жу. Міне жуып жатырмын. Өте қызықты осыған қарап тұрған. Әрине қызық. Жақсылап жаса, қоқым болмайтын болсын. Жасап жатырмын. Жақсылап жу, жылтырап тұратын болсын. Осылайша қыздар мені әбден қайнады. Мен әрине ашуландым. Себебі мені біраз сағат бойы жасатты. Мені бұл қыздар жақтыртпағаным мен келген кезде ғана сезіп қойғанмын. Олар мені осы жатақханадан қуып жібергісі келеді. Мен де бір нәрсе ойлап табуым керек. Бұл өте күлкілі болады. Жарайды, құрсымнан тез жуып тастайын. Қыздар телефон көріп ойнап жатқан кезде мен бұларға жақсылап бір тамақ жасап берейін дедім. Әрине олардың тамағына бір нәрсе сеуіп қоямын. Осылайша маған тиіспейтін болады. Сосын мен олардың салатына іш өткізетін дәрі қостым. Қыздар, келіңдер. Ал қыздар, жеңдер, барлығын өзім жасадым. Ой, мен 40 қабаттан жасалған салатты жақсы көрем ғой. Мен жейінші соны. Жоқ, оған тиіспе. Мен оны мына 2 қызға жасадым. Ал саған мен осындай лапша жасадым. Өтінем, оны жемей-ақ қойшы. Неге, мен бірақта осындай салатты жақсы көрем ғой. Сенің жегің кеп тұрса, саған бере береміз, жей бер. Жоқ, қыздар, сендер жей беріңдерші. Әсем, сен білмейсің-ау деймін. Біз 40 қабат жемейміз. Әсем, мен жей берейін да онда. Қыздар, жемейсіңдер ма? Сен жемей-ақ қойшы, өтінемін. Оны одан да мусорға лақтыра салайын. Тиіспеші, өтінемін. Жоқ, болмайды. Одан да лапша жей берсеңші. Бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Сен неге лақтырдың? Мен жейтін едім ғой. Айтып тұрмын ғой, мен жеймін деп. Жоқ, өтінемін, кешірші мені. Оны жеп керек емес. Не үшін? Нормальный салат қой. Жоқ, өтінемін. Бірақта мен оның ішіне дәрі қостым. Не дәрі? Іш өткізетін дәрі. Мен сенен мұндай күтпедім. Жемеймін. Бізді улағың келді ме? Өкінішке орай болмады. Кешіріңдерші, қыздар. Жоқ, бізде жемейміз, кеттік. Мына планым іске аспады. Мен бірақ жақсы план тауып аламын. Достар, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Менің еңбегімді бағалап, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Және де сау болыңыздар.